Отан қорғаушылар күніне орай Сағадат Нұрмағамбетов атындағы әскери колледжде Ішкі істер министрлігі тергеу бөліністері қызметкерлерінің арасында спартакиада өтті. Спорттық шараның мақсаты салауатты өмір салтын насихаттаумен қатар қызметкерлердің жігерін арттырып, оларды өзара ынтымақтастыққа тәрбиелеу болды. Бүгінгі біздің спартакиадамыз тергеу бөліністердің арасында отан қорғаушылар және жеңіс күніне орай өткізіліп жатыр. Салауатты өмір біздің ұлт денсаулығының кепілі. Спартакиадамыз жақсы өтіп, біздің қызметкерлер өздерінің шеберлігін көрсетуге дайын деп ойлаймын. Сайыста 4 команда өнер көрсетті. Қатысушылар мини-футбол, волейбол, шахмат, үстел теннисі, арқан тартыс пен гір тасын көтеруден сынға түсті. Өте керемет жарыс, өте керемет ұйымдастырушылық. Рахмет айтамын ішкі істер министрлігіне, тергеу департаменті басшылығына. Көбі ойлайды ғой, тергеушілер жаңағы ашки киген, компьютердің алдында отыратын, қолында ручка сондай деп. Негізі өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде жаңағы волейболда, футболда, гір көтеру, шахмат, әртүрлі сайыстарда тергеу қызметкерлерінің өте жақсы деңгейде өнер көрсетіп жатыр. Бүгінгі командалар өте қатты дайындалған. Мықтылар жеңді. Осы әскери қызметшілер арасында, жалпы полиция қызметкерлер арасында тартысты ойын өтті. Ұйымдастырушыларға рахмет. Көрермендердің көңілінен шығып, қолдаушыларға қызық сыйлаған бәсекеге толы жарыстардың бірі арқан тартыс болды. Мұнда қызметкерлердің әрқайсысы өз командасын алға шығаруға тырысып бақты. Жалпы командалық есеп бойынша көліктегі полиция департаменті спартакиаданың жеңімпазы атанды. Екінші орынды Ішкі істер министрлігінің тергеу департаменті еншілесе, үшінші орын әскери колледждің командасына бұйырды. Жоғары рух пен физикалық дайындықтарын көрсете білген қатысушылар кубоктар мен алғыс хаттармен марапатталды.